Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге салатқа қосатын керемет дәмі тіл үйіретін соус жасайтын боламын. Видеоның аяғына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші қиярдың қабығын аршып аламын. Біздің үйдегілер қиярды қабығымен жегенді ұнатпайды, сондықтан қабығын алып тастаймын. Ал сіздер қабығыменен турауларыңызға болады. Достар, каналға тіркелмесеңіздер тіркеліп, ұнаса достарыңызбенен бөлісіп отырыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта ерекше рецепттермен және оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Қиярдың қабығын аршып болып қалдық. Енді оны сақтап тураймыз. Қиярды өз қалауларыңызша турауға болады. Мен осылай екіге бөліп сақтап турадым. Достар, қазақша каналға қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып, және все деген батырманы бассаңыздар, менің жаңадан шыққан видеомды алғашқылардың бірі болып көресіздер. Құрметті менің көрермендерім, бұл салатты міндетті түрде жасаңыздар. Үй ішіндегілерге ұнайды деген ойдамын. Дәмі өте керемет болып шығады. Енді қызанақты тураймыз. Қызанақты осындай бөліктерге бөліп турадым. Сіздерге қазір қызанақты қалай турайтын лайфхакты көрсететін боламын. Мінеки, қызанақты егер осылай шетінен кесіп турасаңыздар, ортасындағы алып тастайтын жерін бір-ақ рет кесіп аласыздар. Яғни алып тастайтын жері қызанақтың бір жақ бөлігінде қалады. Соны бір жақ бөлігінен алып тастайсыздар, ал екінші жақ бөлігі уже дайын, таза күйінде болады. Міне мына жерде тағы да қайталап көрсетем. Осылай бір жақ шетінен турайсыздар, және алып тастайтын жерін тек қызанақтың бір жақ бөлігінен ғана аласыздар. Дұрыс түсіндіре алдым деген ойдамын. Егер түсініксіздеу болса, видеодан қайталап қарасаңыздар түсінікті болады. Достар, енді соус жасайтын боламыз. Соус жасау үшін бізге 4-5 жұмыртқа керек. Оны алдын ала суға пісіріп алдым. Қазір оны екіге бөліп турап, измельчительге тартып аламыз. Мінеки, измельчительге тартып алдық. Енді 2-3 қасық
майонез саламыз. Сарымсақтың 2-3 түйірін үккіштен өткізіп, оны да саламыз және бір немесе 2 тәтті бұрышты турап, барлығын измельчительге қайтадан тартып аламыз. Міне достар, соус дайын болды. Бұны паштет ретінде де қолдануға болады. Дәмі өте керемет. Енді укропты сақтап, майдалап турап аламыз. Одан кейін алдындағы тураған қызанақ пен қиярдың үстіне осы укропты салып, бір ас қасық тұз салып, және жаңағы соусымызды саламыз. Мінеки тұзымызды салдық, одан кейін соусымызды саламыз, содан соң әбден жақсылап араластырамыз. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша рецепті, қазақша каналды қолдайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Достар, міндетті түрде жасаңыздар. Иісі дегенің бүкіл кухняны, бүкіл үйді алып тұр. Өте дәмді, өте керемет салат шығады. Дәмі деген енді керемет. Мінеки салатымыз да дайын. Өте оңай рецепт. Қайталауларыңызға болады. Құрметті менің көрермендерім, сіздерге егер оңай әрі ерекше рецепттер қажет болса, менің арнама өтіп, сол жерден барлық рецепттерді көрулеріңізге болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.